Егемендік пен тәуелсіздікті сақтау, нығайту жаңа конституцияның мызғымас қағидаты. Жаңа конституцияда тәуелсіздік, егемендік, мемлекеттілік, аумақтық тұтастық секілді ұғымдар мемлекеттің басты құндылығы, негізгі басымдығы ретінде айқындалып орныққан. Оны жаңа преамбуладан анық аңғаруға болады, сондай-ақ кейбір нормаларда дәйекті түрде белгіленеді. Атап айтқанда, 2 баптың 6 тармағында Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі өзгермейді деп нақты тұжырым жасалған. Сонымен қатар 3 баптың 1 тармағындағы Қазақстан Республикасының қызметінің негізгі құраушы қағидаттары ең алдымен егемендік пен тәуелсіздікті қорғау деп басталады. Нығайту, дамыту емес, егемендік пен тәуелсіздікті қорғау деп басталады. 23 баптың 6 тармағында Қазақстан Республикасының егемендігі мен тәуелсіздігіне қол сұғуды насихаттауға жол берілмейтіні бөлек норма ретінде айқындалған. 46 баптың 17 тармағында Қазақстан Республикасы тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығына тікелей қатер төнсе, президент тиісті шешімдер қабылдауға құқығы бар екені айтылған.